Үйге көрші жеңешем жігітпен келіп, әжемнің иығына орамал салып батасын сұрады. Әжем, ешқандай қалың малдардың керегі жоқ, қызымды жылатпасандар болды. Барған соң киім-кешекті өздерін әперерсіңдер. Немерем сендерге аманат деп батасын беріп шығарып салды. Мені Шымкент облысындағы Қоңыр-Бөрік ауылына алып кетті. Ораза айы болатын, адам аз болатын шығар деп ойлағанымен қонақтар өте көп болды. Мен милиция жігітті сол бойы көрмедім. Адамдар саябырсып азайған соң қасыма таныстырған жеңешем келді. Жеңеше, күйеуім қайда? Неге қасыма бір ретте келмеді? Айналайын, ол үйленіп кеткен, сенің күйеуің басқа. Басқасы нес, милиция жігітше? Сіз мені алдап әкелдіңіз ба не? Саған какая разница, бастысы біздің үйге келін болып түстің. Болашақ күйеуін оның ағасы, ол да жаман жігіт емес. Ең бастысы сені жоқшылықтан құтқардық қой. Қуанбайсың ба қайта, не ішем, не жеймін демейсің деп маған діңкілеп сөйлей бастады. Шу шығарғаныммен ешқандай өзгеріс болмасын деп, боларс болды ғой деп көнгеннен басқа амалым қалмады. Бір жағы ауқатты отбасыға келген сонда көніп едім. Өйткені өмірімде тойып тамақ жеген емеспін, қанша жесем де тоймайтынмын. Бір кезде күйеуімді әкеліп таныстырды, түрінің тозығы шыққан, ажары келіспеген жігітті әкелді. Не істерімді білмей басым қатып жылай бердім. Күйеуімнің есімі Марат, ол менен 14 жас үлкен екен. Бұрын үйленіп ажырасқанмен бәріне көніп үйленгенмін ғой. Бұған да көндім. Кеткенде қайда барамын? Әжемнің бір аяғы төрде, бір аяғы көрде. Әкемнің менімен жұмысы жоқ. Бұлар да сенетін ешкімім жоқ екенін біліп осылай жасап отыр ғой. Күндегі келіннің тірлігін істеп жүре бердім. Күйеуім бір күн үйде болса, 10 күн қорада болады. Қора дегені бұрын колхоз бар кезде 4 бөлмелі контора болған екен. Соны қайнағам мен абысыным үй қылып алып, колхоздың қорасында мал ұстайды екен. Соны қора деп атайды. Үйде әлгі милиция қайным әйелімен 4 баласымен енем тұрады екен. Таңнан кешке дейін үй тірлігі бітпейді. Қайнымның балдары ұсақ, солардың кірін жуып тамақ істеп, қысқасы барлық тірлік менің мойнымда. Мен күйеуге емес құлдыққа келгендей жүрдім. Бір күні қорадағы қайнағам келіп, бұлай болмайды, келін үйде, Марат қорада, екеуі екі жақта. Қанша дегенімен жаңадан үйленген ғой, келін де қораға барып тұрсын деген соң енем келісіп мені сол жаққа алып келді. Қорада 30 сиыр, бір талай қойлар бар екен. Абысыным мен қайнағам сиырларды сауады. Мен оларға тамақ істеп, кірлерін жуып, үй тірлігін істеп жүрдім. Сиыр сауып үлгіре алмай жатқан соң маған да саууға тура келді. Бір қызығы, олар сиырларды байламайды екен. Алдына жем салып, сиырлар соны жеп болғанша сауып үлгеру керексін. Үлгірмесен жемін жеп болған соң өріске кетіп қалады екен. Күніне қазан-қазан сүт пісіріп, оны ұйытып, көбі пісіп, майын қарынға салып жердің астына көміп қоямыз. Ол майды әселмен араластырып қыста сатады екен. Түскен ақшаның бәрін енем алып отырады. Бұл жақта нағыз ауыр бейнеттің үстіне түстім. Таң атпай тұрып, қас қарайғанша малдың соңында жүрдік. Бір күні докторға шақырып жатыр деген соң ауылға барғам. Жолда ағайын абысыным шақырып алып, сенімен Дариға өгей шешем сөйлескісі келеді деп ұялы телефонын берді. Тұтқаны ала сала маған ұрысып жатыр ғой. Неге саған қалың мал бермейді? Сен жетім емессің, әкем бар ғой. Неге сен құдалық шақыр демейсің? Енене айт, келіп біздің алдымыздан өтсін. Сонша байдан өлгенде ажырасқан үлкен еркекке тиіп не көрінді деп айғайлап жатыр. Мен үндеген жоқпын. Енемен сөйлесетінімді айтып тұтқаны қоя салдым. Үйге барған соң енеме айтып едім, естімеген адамдай отыра берді. Мені сонша адам қатарына санамағанына көңілім қатты тиді. Екінші рет ол әңгімені қозғамадым, енем де сұрамады. 1,5 жылдан кейін мен бірінші ұлымды дүниеге әкелдім. Есімін Ердос қойды. Бір күні қайнағам келіп, Марат екеуі далада ұрсысып жатыр екен. Терезеден қарап тыңдасам, бір аптада 2 қой жоғалады. Сен қайда апарып жатырсың оны? Бейшара қайын жұртына тасып жүрсің ба? Әйтпесе қайда кетеді қойлар деп екеуі біразға барды. Мен естісем де үндемей жүре бердім. 2-3 күннен соң Мараттың кірін жуайын деп шалбарының қалдасын қарап хат тауып алдым. Аға, ешкімге көрсетпей маған 2 қой сатып берші. Тез арада ақша керек болып тұр. Көлігіміз бұзылып, соған құрал сайман ала алмай жатырмыз деп жазылған екен. 3 күннен соң көліктің
даусынан түнде оянып кеттім. Сыртта біреулер күбірлеп сөйлеп жатыр екен. Ақырын терезеден қарасам, қайным 2 қойды көлігіне салып жатыр екен. Ертесіне қайнағам келіп тағы ұрысып жатқанда мен хатты көрсеттім. Сөйтсек қарындасы ақша сұрай береді екен. Әнелері де оқудан қиналса Маратқа арзымайтын ақша беріп алдап қойды өздері алып отырған. Мараттың ішетін әдеті де бар еді, бірақ ішсе маған тиіспейтін, ұйықтап қалатын. Ерте көктемде әдеттегідей күйеуім удаймас малдың қайда қалғанын білмей ұйықтап жатыр. Кешке мен жотадан малдарды қайырып, жем шөптерін беріп, қолымда балам бар, шаршап үйге кірсем, ағам мен жеңгем отыр екен. Сол күні 8 наурыз болатын. Мен мейрам дегенді ұмытқалы қашан, әбіржіп кеткем, ұлымның шашы өсіп кеткен, үсті басымнан малақтың иісі шығып тұратын. Ағама жанталасып шай қойып жатыр едім, ішпейміз деді. Хал сұрасып болған соң қайтамыз деп кетерінде ұялы телефонын тастап біраз ақшада қалдырып кетті. Бірақ ағамның реңі өзгеріп ашуланып кеткендей болды. Неге ашуланғанын түсінер емеспін. Ертесіне жеңгем хабарласты. Бикеш, кешелі бері аған сені ойлап ұйықтамай шықты. Мына жүрісін болмайды. Не өмір ол. Кешке дейін малдың соңында әбіржіп, күйеуінің түрі анау мас болып жатыр. Осы малдың саған қандай пайдасы бар? Аған балалары көбеймей тұрғанда ажырассын деп жатыр. Жоқ жеңеше, мен әжеме уәде бергенмін. Келген жеріме тастай батып судай сінемін дегенмін. Әжемді қарабет қылғым келмейді. Мені уайымдамаңыздар. Өзін білесің, бірақ кез келген жағдайда, кез келген уақытта маған хабарласып, көмек сұрасам болады. Біз сені жалғыз тастамаймыз дегенде қуанып қалдым. Солай өміріміз өте берді. Менің екіншіме аяғым ауыр болған соң енді өз отанымыздың болғанын қаладым. Абысынымның 5 баласы бар, солардың отынан кіріп күлінен шығудан шаршадым. Абысыныма бөлек шығатынымды айтып едім. Бізде сендей болғанбыз, сенде біздей боласын дегенге келтіріп, сөзімді пысқырған да жоқ. Мен тірліктен қашпаймын ғой. Жастайымнан жұмысқа әбден піскен адаммын. Бірақ өз бала шағам үшін мен бөлек шығуға әрекет жасадым. Өйткені күйеуім өте момын. Өзім қимылдамасам, ол жүре беретін түрі бар. Бір күні ауылда үлкен құдайы жасайтын болдық. Сол жиында мен ағайындардың көзінше ашығын айттым. Қашанғы осы үйде жүре береміз? Біз де өз отанымыз болғанын қалаймыз. Бөлек шыққымыз келеді деп өмірімді алғаш рет көпшілікке жағдайымды айттым. Ағайындар ойласа келе сол маңайдан жер телімін әперетін болып шешті. Жер әпереміз дегелі біраз уақыт өтті. Алайда ешкім қимылдайтын түрлері жоқ. 2 айдан соң енемнің үйінде тағы жиын болды. Менің балам ауырып бара алмадым. Ертесіне абысының бәріміз қорада тезек ойып жатқанбыз. Үйде үлкен қайнағам келіп, менің сендерге жақсы жаңалығым бар. Ол туралы кешегі жиында айтам деп едім, бірақ сендер келмедіңдер. Ауылдың ішінен үлкен үй сатып алдым. Соның кілтін сендерге тапсырсам деймін дегенде қуанып кеттім. Бірақ абысыным шатынап шықты. Неменеге оларға бересіңдер? Біз ше 6 бала шағам бар. Енді оларды малдың соңына салмаспын. Бұлар жас қой, малға қараудан шаршамайды. Бізге бер деп күйеуі екеуі шу шығарды. Мен болсам жарайды, ол жақта қайнағамдар тұра берсін. Маған осы қораны қалдырса болды деп құлағым тыныш болу үшін айта салдым. Сонымен олар ол үйді жөндеп, әктеп, сырлап 3 айдан кейін көшіп кетті. Енді біз тек өзіміз қалдық. Бір күні күйеуім мас болып жатқан соң мал жайлай салайын деп қораға бардым. Ол кезде екіншім ішімде 8 айлық болатын. Сиырды байлай бергенім сол еді, ол жүгіріп кетіп, жібі аяғыма ілініп ішіммен құладым. Ой, байлап жатырмын, ішім ауырып барады. Өзіміз айдалада тұрамыз, көршіміз 1 километр жерде тұрады. Біткен жерім осы екен ғой деп тұра алмай жатқанымда кіші абысыным келіп қалды. Тездетіп көлік шақыртып мені ауруханаға апарды. Сонымен мен 10 күн ауруханада жатып қыз босандым. Екінші абысыным тамаға келіп жүріп, өгей шешемді көріп қалып, менің қыз туғанымды айтыпты. Ертесіне әкем екеуі келіп, өткенде түс көріп едім, түсімде сен алтын сырға тағып жүр екенсің. Қыз туады-ау деп жобалаған едік, осы қызының есімін мен қойсам ба деп едім деген
Сон рұқсатымды беріп, әкем қызымның атын Нұрай деп қойды. Нұрайды қырқынан өгей шешем шығарып берді. Бірақ қызым көп жылайтын еді. Түнімен ұйқы жоқ. Дәрігерге апарсам ерте туғылғандықтан аяғының ұршығы жетілмеген екен. Емдетуім керек болды. Қорада малдың соңында жүріп, жөргек бұл дегенді білмеппін ғой. Алдында ұлымдікін енем алған екен. Дәрігеріме емдетуге ақшам жоқ екенін айтып едім. Қызының ақшасына емдетпейсің бе дегені, қандай ақша? Айналайын-ау, қай ғасырда өмір сүріп жатырсың. Туылған балана үкіметтен ақша түседі ғой, бір жылға шейін беретін ақшасы тағы бар дегенде мен таң болып қалдым. Сонымен почтаға барып қол қойып 160 мың теңге алдым. Енді мен қызымды емдетуге кірістім. Күнде қалаға қатынап массажға апарып, бір жылға шейін аурухананы тоздырдым. Енем ұрысып, неменеге жазылмайтын қызыңды салпақтата бересің, туа біткен ауру жазылмайды ғой, тазалық болмаған соң ауру бала туасын деп миымды жеп қоятын болды. Бірақ мен ешкімді тыңдамадым, тек дәрігердің айтқанын жасадым. Бір күні қайнағам келіп 25 лотерея әкелгенін айтты. 5 мыңнан сатып алыңдар деді. Тәуекел деп біреуін алдық. Ертесіне қайнымның балдары келіп тұр ғой. Жеңеше, сіздер Мазда машина ұтып алдыңыздар деп қуанып кеттім. Енемнің үйіне көлігімізді көруге барсақ жоқ қой. Енем машинаны күйеу балам қоймаған соң беріп жібердім. Жұмысына 2 километр жаяу барады екен. Қиналып кеттім деген соң бере салдым деп отыр. Қаным басыма шауып, неге осы біздің несібемізді біреуге беріп қоясыздар? Өткендегі үйде қайнағама бердіңіздер, одан да үндемедім. Енді айтып отырғаныңыз мынау, Марат та сіздің балаңыз ғой, неге бізді адам қатарына санамайсыздар? Ой, сендерге машинаның не керегі бар? Бәрібір ешқайда бармайсыңдар ғой, оның үстіне Мараттың жүргізуші куәлігі жоқ. Күйеу бала 30 мың тастап кетті. Мен де 30 мың қосып беремін саған деп 60 мыңды ұстатып қайтарып жіберді. Үйге келсе Мараттың ештеңемен жұмысы жоқ. Мас болып ұйқыны періп жатыр екен. Ертесіне әбден сөйлестім. Ой, машинасын шешесін не қылам оны? Қоя берші деп қояды ғой күйдіріп. Енем берген 60 мыңда емге кетті. Енем әлі емдетпе ұрысып жүр. Бір күні өзінің қолдағы 2 жасар немересі баспалдақтан құлап, аяғы сал болып мүгедек болып қалды. Менің қызымды жазылмайды деп жүріп, өзінің немересі дәл сондай күйге түсті. Табаламайсың ғой, сонда да артық сөйлеудің қажеті жоқ еді. Апармаған жері жоқ, нәтиже шықпады. Солай алысып жүргенде таразда жақсы емші бар екенін естіп, сол жаққа баратын болды. Мен де жағаласып қызымды апарамын деп тұрып алдым. Сонымен таразға да тартып кеттік. Үлкен апа екен, бұрын бірнеше жыл хирург болып істеген екен. Адам көп болғандықтан бәрімізді кіргізіп, балдарымызды шешіндіргізді. Менің қызыма келгенде аяғы ұстап көріп, ұршықтары жетіліп қалыпты, массажға апарғанын дұрыс болған екен. Енді бір айдай арқана орап көтеріп жүрсен аттай болады деп ұршығын салып берді. Енеме жасанды мүгедектік емдемеймін, қолдан жасап отыр екенсіңдер деп қайтарып жіберді. Ол қыз сол бойы жазылмай мүгедек болып қалды. Тараздан келгенде әжем ауырып жатқанын естіп, жаным тынбай бардым. Әжем төсек тартып жатып қалыпты. Бәрімізбен қоштасып жатыр. Маған, саған ырзамын қызым, Талғат аған да үйленбеді. Балам, саған аманат. Үйленіп жатса, төргі бөлмеге 5 кілем тоқып қойғам, соны төсерсін. Сандықта киттерім де дайын. Құлыншағымның үйлену тойын өткізем деп армандап кетіп барам. Ұлым жалғыз қалып кетпесін. Менің тігін машинамды сен алып кет. Ешкімге бермей саған сақтап жүрмін деп көз жасы тоқтамай жатыр. Әжем мені күтіп жатқан екен ғой. Мен барған соң 2-3 сағаттан соң қайтыс болды. Тірі кезінде бас сұқпаған әке-шешем осында жалмандап жүр. Олардың көздеріндегі әжемнің үйі болатын. Жетісін өткен соң екінші бейсенбілігіне барсам киімдерін таратып тастаған, заттарын таласып алып жатыр екен. Менің жаным шығып кете жаздап, неге заттарын таратасыздар? Талғат ағам бар емес пе? Ол үйленсе дүниеге керек қой деп шырылдап жүрмін. Бірақ менің сөзіме ешкім құлақ аспады. Бір күні үйге джиппен бір аға келді.
Ол кісі осы қораның егесі екен. Бізге 20 қой бересіңдер деді. Біздің ештеңеден хабарымыз жоқ болатын. Қайнағамнан сұрасақ, иә, жыл сайын қораның арендасы ретінде алып тұратын деді. Бәрібір ол мал бізге тиесілі емес қой, бергенімен ішіміз ашымады. Бірақ аға кетерінде мен бұл қораны Астанадағы ініме автобусқа айырбастадым. Ендігі келіссөзді ініммен жүргізесіңдер деп қайтып кетті. Мәссаған, енді не істейміз? Екі ортада далада қалатын болдық қой деп басымыз қатты. Абысыным осыны біліп қашқан екен ғой. 2 күн болмай егесінің жендеттері келіп үйді босатуымызды сұрады. Енді мен балаларым үшін күресуге бел буып енеме бардым. Сонша жыл малыңызды тегін бақтық, бізге үй әпересіз. Мен шақалағыммен қайда барамын? Малыңызды сатып үй әперуге міндеттісіз деп үйінде отырып алдым. Мұндай мінезімді көрмеген енем сасқалақтап қалды. Хош, сонымен айғай-шудың арқасында ауылдың шетінен бітпеген үйді сатып әперді. Ағайын туғандарымның маған көрсеткен қиянаттарының арқасында мен нағыз қасқырға айналдым. Бір жағы балаларым үшін де бар күшімді салдым. Сол бітпеген үйді мен кетемін, шаршадым. Не үйім жоқ, күйім жоқ, байым алқаш деген соң әперуге мәжбүр болды. Сонымен 50 соттық жері бар, есік терезесі жоқ, төбесі ғана жабылған үйді әперді. Ол үйді бітіру үшін қаражат керек емес пе? Мен енді қараған малдарымның айран сүтін құртын өзім қалаға апарып сата бастадым. Мекемелерге, этаж үйлерге апарып сатуды әбден үйреніп алдым. Енем келіп ұрыс шығарып сүттің қайда кетіп жатқанын сұрап айқайлайды. Мен ұнамаса малға өздеріңіз қарандар дедім. Сонымен сүттің жартысын оларға, жартысын өзім пайдаландым. Жұмыспен қамтуға да түйіндемемді тастап кеттім. Ол жерге бұрынғы әжемнің көршісі жұмыс жасайды екен. Маған көмектесетінін айтқанда қуанып үйге қайттым. Қораның егесі келіп өз малдарын тастап басқа қора салатын ұсталарын тастап кетті. Үйіміз біткенше сол ұсталарға тамақ істеп кірлерін жуып отыратын болдым. Қожайынмен солай келістік. Мен мына жақта үйді бітіремін деп жанталасып жүргенде күйеуім ұсталармен күнде ішіп нағыз алқашқаға айналып бара жатты. Күнде ішу, карта ойнау көбейіп кетті. Мен қожайынға хабарласып болған жайды айтып бердім. Ол келіп бәрін қырып орнына қойды. Маған рахметін айтып, әкелген малдардың төлдерін өзін алып өсіріп сатарсын деп кетті. Маған да Алланың бері қарайтын күні бар екен-ау. Ол кезде мен үшіншіме аяғым ауыр болатын. Өз еңбегіммен шапқылап жүріп 2 бөлмемді бітіріп көшіп алдым. Алайда көшерде енем ұрыс шығарып, малға кім қарайды, осынша жыл баққан малдарымыз не болады енді? Орнынан қозғалмай отыра берсем болмас па еді? Керек болса өздерін қарап алыңдар. Осынша жыл тегін малшы болғанымызда жетеді. Енді өз бала шағамның жағдайын жасауым керек деп бәрін тастап көшіп кеттім. Үлкен қайнағам жақсы кісі болатын. Әбден малдың пайдасын біліп алғандықтан үлкен қайнағам біздің жерге 50 метр қора салды. Ішіне сиыр, ешкі қойларын толтырып қойды. Сөйтіп менің қолыма 8 жасар баласын берді. Бір жағы үйге көмектеседі, өз малдарына да қарайды. Бөлек шыққан соң әжептәуір жағдайымыз жақсарып, ел қатарлы тамақ жеп, көкөністер, тәттілер дастарханымызда тұратын болды. Сонда да күйеуім бұрынғы қораға барып малға қарап жүретін. Бір күні кештеу келіп, мені жұмысқа тұрғызшы, танысын бар ма? Малдың соңында жүріп шаршадым. Елмен араласайын, жабайы болып кеттік қой дегенде, мен тірлігімнің бәрін тастап жұмыспен қамтудағы танысыма бардым. Дәл уақытысында келдің. Бізде Алматыдағы көпір салушы жұмысшылар жиналып жатыр едік. Айлығы 250 мың теңге. Тез құжаттары жинап әкелсін, ертең жолға шығады деді. Мен қуанып құжаттарын өзім дайындап, киіндіріп, ертесіне шығарып салдым. Марат та жұмыс табыла қойғанына қуанып, тап бір қамақтан шыққанда желпілдеп жүр. Өйткені күйеуім өмір бойы өзін ойламай, тек туыстарының бұйрығымен ғана жүрген. Енді менің ешкіммен қорықпайтынымды біліп, ол да маған арқа сүйеп көмек сұрады. Марат Алматыға кеткенде тағы айқай-шу болды. Енем келіп, сен қаншықтың, әбден бетін семіріпті. Баламның басын айналдырып қайда жібердің? Енді малға кім қарайды? Осыдан қарап тұр, мен саған көресіні көрсетем деп саусағын шошайтып, қоқан-лоққы жасап кетті. Одан қорқатын мен ба?
Қорқа-қорқа болдық қой, білгендерін істесін, маған десе малдары қырылып қалсын деп енем кеткесін бұрқылдап жүрмін. Осылай өмірмен арпалысып жүріп мен үшіншімді дүниеге әкелдім. Ұл тудым, есімін Азамат деп Талғат ағама қойдырдым. Талғат ағам сол бойы үйленбеді. Туған ағам Астанаға жұмысқа барып жағдайын жақсартып алған соң отбасында сол жаққа алып кетті. Талғат ағамның жалғыз қалғаны менің жаныма бататын. Үйге шақырып ыстық тамақ беріп тұратын едім. Әжемнің көзі кеткен соң мүлдем жүдеп кетті. Біздің үйде тұруын сұрансам да көнбеді. Қара шаңырағын тастағысы келмеді. 3 айдан соң Алматыдан Марат келді. Ақшасын құртпай менің қолыма әкеліп берді. Сол ақшаға үйге зат алып, жетпегеніне КМФ микробанктен 100 000 кредит алып бердім. Бітпеген бөлмелерді бітіріп, теледидар, мұздатқыш, кір жуғыш алдық. Үйіміздің реңі кіріп қалды. Күйеуім енемнің үйіне барып келіп, жұмысқа қайтып бармайтынын айтты. Мен ұрсып қайта жібердім. Тағы ұрыс-керіс. Бір күні ауылға көгілдір отын кіретін болып, құжаттар керек болды. Енеме құжаттарға барсам құжат жоқ дейді ғой. Сонымен әлгі танысыма барып, жарықтың түбіртегін квитанция алып кел, сонымен құжат жасаймыз деді. Жарыққа ақша жинайтын әйелге барсам, ол да қипылықтап жауап бермеді. Сөйтсем біздің үйге жарық берілмеген екен. Жоспарда мүлдем жоқ. Сонда жарыққа жинаған ақшаның бәрін қалтасына салып отырған екен ғой. Мен де түбіртегін сұрамағам, енді ғой көзім ашылып отырғаным. Сонымен жарығымның түбіртегін іздеп басшысына кіргенімде ол үйге 2 жігіт қосып жіберді. Олар ары тексеріп, бері тексеріп, сонында өзіме 1 000 000 теңге айыппұл салып кетті. Енеме айтсам, ол білгенімді істе деп жолатпады. Кейін бастығына кіріп жүріп жағдайымды айтып 50 000 теңге төлеп әрең құтылдым. Күйеуім Алматыда 1 жыл жұмыс істеп келді. Ол кезде кіші балам 1 жастан асқан болатын. Марат қайтып жұмысына бармай қойды. Мен де газге жұмысқа тұрған болатынмын. Балдарға күйеуім қарап, мен 2 жұмыс істеп жүрдім. Ауылдан қалаға қатынап істеу қиын болғандықтан 1 000 000 кредит алып, астыма көлік сатып алдым. Ол кезде айғай-шу болды. Енем күйеуімді маған қарсы қойып, бұл қатын әбден құтырды, астында көлігі бар, бір күні сені тастап кетеді, жұмысына жіберме, малға қарап отырсын деп қайрап салып отырды. Оны үлкен балам айтып қоя берді. 7 жасқа келіп қалған ғой, бәрін түсінеді. Марат үшеуін қайта бастады. Bir күні жұмыстан келсем, даланың бәрі ұн шашылып жатыр екен. Қорқып ұн тұратын бөлмеге кірсем, кіші балам мен 2-ші қызым ұйықтап жатыр екен. Үсті бастары ұн шаштарына дейін жағылып, әбден ойнап шаршап жерге ұйықтап қалған ғой. Ашуланып үйге кірсем, күйеуім удаймас ұйықтап қалған. Оятып алып бақырып жатырмын. Не деген жауапкершілігі жоқ адамсың, неге қарамайсың, жап-жақсы жұмысынан да айырылдың. Болды, бұдан бәрі шыдай алмаймын, ажырасамын. Бопты, ажырасайық, мен де шаршап кеттім. 2 оттың ортасынан өлетін болдым деп қояды. Менің қаным басыма шауып, сыртқа жүгіріп шығып бара жатқан едім. Өзіме өзім жығылып құладым. Есімді жисам, ауруханада екенмін. Bir аяқ қолым істемей қалыпты. Инсульт алған екенмін ғой сол кезде. Мен жатқан ауруханада өгей шешемнің үлкен қызы бас медбике болып жұмыс істейді. Соны көріп қалдым. Ол барынша көмектесіп, ем-домның бәрін тегін жасатқызып берді. Күндегі алған массажымнан 10 күнде тәуір болып үйге шықтым. Бала шағама енем қарап отырыпты. Жаздың тамыз айында ұлдарымды сүндетке отырғыздым. Үлкенім 7-де, кіші ұлым 3-ке толған еді. Құдайы істеп ағайын туғандарды шақырдым. Талғат ағам да келді. Сол кезде ол ертең Астанаға жұмысқа кететінін айтты. Туған ағам шақыртып жатыр екен. Ағамның қайын атасы Талғат ағамды бұрыннан таниды екен. Сол тамаққа шақырып жатыр деп асығып кеткен. Ол үйге барған соң аздап ішкен, түнде қайтамын деп жібермегеніне қарама шығып кетіпті. Түн ортасында айдалада көлік тоқтатып тұрғанда бір Ауди Талғат ағамды қағып кетіп, оқиға орнынан қашып кеткен екен. Тізгінде 17 жасар бала болған. Бірақ ертесіне шыдамай әке-шешесіне айтып қаққан жерге келсе, Талғат ағам қатып қалған дейді. Моргке апарып қалтасындағы құжаты бойынша біздің үйді тауып келген. Әкем мен өгей шешем біздің
үйде болатын. 90-дағы әже мен бір ер кісі және жас бала есікті қағып тұр. Өмірімізде көрмеген адамдар келіп тұрғанына антам болып тұрмыз. Мен мән-жайдың бәрін түсіндіріп, сотқа берем десеңіздер, әкесі мойнына алам деп отыр. Жап-жас баланы түрмеде қорқылмай қояйық. Кешіріңіздер енді. Түнде көрмей қалыпты деп әжесі жылап отыр. Біз де әп-сәтте шулап жылап қалдық. Ертесіне мәйітханадан әкеліп ақтық сапарға шығарып салдық. Әке-шешем кешірмейміз дегенімен біз ағам екеуміз кешіріп, бір тиынды алмай 40.000 жолына көмектессеңіздер болды деп шығарып салдық. Мен ауруханадан шығып біраз жұмысқа бармай қалдым. Бізде қайтадан жоқшылық басталды. Кредитті төлей алмай күнде ұрыс-керіс болатын. Енеме барсам, мен саған кредит алып берген жоқпын деп шығарып салады. Сөйтіп жүріп мен 4-шімді босандым. Хош, сонымен ұзын сөздің қысқасы екеуміз ажырасып тындық. Әжемнің үйіне барып тұрайын десем, өгей шешем иемденіп алған, маңына жолатпады. 4 баламен жалдамалы пәтер табу қиын болды. Әйтеуір 2 бөлмелі шағын үй времянка таптым. Ол 1 жылдығын алдын ала төлейсің деген соң көлігімді сатып, қалған ақшаға кредиттің жартысын төледім. Үлкен ұлымның да денсаулығы болмай дәрігерге апарған едім. Тексеріле келе миында ауытқушылық, умственно отсталый деп интернатқа берді. Құжаттарды толтырып жүріп мемлекеттік интернатқа орналастырдым. Тамағы, киімі, жатақханасы бәрі сол жерден. Сотқа арыз беріп заңды ажырастық. Бірақ маған ештеңе берілмеді. Менің атымда ештеңе жоқ, күйеуімнің атында да түк жоқ. Бәрі енемнің, қайнағаларымның атында екен. Тіпті маған тиесілі малдың құжаттары да солардың атында. Қазір айына тек 25.000 теңге алимент төлейді. Басқа ештеңеге де көмектеспейді. Анаммен кездескім келіп сіңілілеріне бардым. Олар, сенің анаң тұрмысқа шыққан, қазір басқа отбасы бар, күйеуге тиерде 1 қыз 1 балам бар деген, сені айтпаған, сен туралы ешкім білмейді, мазасын алма, отбасының шырқын бұзба, жабулы қазан жабулы қалсын, енді ананды іздеме деп мекен жайын, телефон номерін айтпай шығарып салды. Осымен бұл оқиға бітті. Қазір сол кредитті әлі төлеумен келемін.